Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын бірқатар сауапты амалдарды орындаған кісіге жәннатты уәде еткен. Ендеше мол сауаптан сіз де қапы қалмаңыз. Жәннат бағын бұйыртатын мына амалдарды жадыңызда жаттап амал етіңіз. Ақыретте Алланың құзырына мына фәниде оған еш ортақ серік қоспастан келген адам жәннаттық. Аллаға және оның елшісіне, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, шынайы иман келтіріп, намазын толық орындаған және Рамазанда 30 күн ораза тұтқан кісінің орны жәннат. Бір Алланың разылығын іздеп мешіт тұрғызған жанға Алла тағала жәннаттан үлкендігі дәл сондай зәулім үй тұрғызады. 2 намазды таң және асыр намаздары толық және уақытында орындаған кісі сөзсіз жәннатқа кіреді. Бұл 2 намазды таңғы және түстен кейінгі намазды мешітте жамағатпен бірге оқыған мұсылманның барар жері жәннат. Күндіз және түнгі мезгілде 12 ракағат 5 уақыт намаздағы сүннет намаз оқыған адамға жәннаттан үй тұрғызылады. Білім іздеп жолға шыққан кісінің Алла тағала жәннатқа барар жолын жеңілдетеді. Азан айтылған мезетте оны шын жүрегімен қайталаған кісі шүбәсіз жәннатқа кіреді. Кім Аллаға Раббым ретінде және Мұхаммедке Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын пайғамбарым ретінде разымын деген сөзді шын жүректен айтар болса, міндетті түрде жәннатқа кіреді. Кімнің ақтық дем алдындағы соңғы сөзі «Ла илаха иллалла» болса, ол жәннаттық. Субханаллах әл-азым уә бихамдихи, барлық кемшілік атаулыдан пәк әрі ұлық Аллаға мақтау, мадақтар болсын деп үнемі зікір айтқан адам үшін жәннаттан құрма ағашы өсіріледі. 3 заттан тәкаппарлық, өкпе, реніш және қарыздан жүрегі таза болып жан тапсырған кісі жәннатқа кіреді. Пайғамбарымыз былай дейді: кім 2 қыз баланы немесе әпке қарындастарын тәрбиелеп өсірсе, онда ол екеуміз жәннатта боламыз. Расында шыншылдық тақуалыққа жетелейді, ал тақуалық жәннатқа. Мен жәннаттан бір кісіні көрдім. Ол мұсылмандарға кедергі келтірген жол бойындағы ағаш бұтағын алып тастаған бір ғана әрекет үшін ғана жәннаттың берекесімен қауыштырылған болатын. Термизи былай дейді: уа адамдар, араларында сәлемді таратыңдар, міскіндер мен ашқұрсақтарды тамақтандырыңдар, өзгелер ұйқыда жатқан кезде намаз оқыңдар, жәннатқа есендікте кіресіздер. Алланың 99 есімі бар, 100-ден бірі кем. Кім оның әрқайсысының мағынасын толық түсініп, оған сеніп және соған сай әрекет етсе, ол жәннатқа кіргізіледі. Алла тағала әрбір жасаған игі істеріңіз бен амалдарыңызға жәннат бағын нәсіп еткей.